Армысыздар, құрметті көрермендер. Келер жылы Қазақстанда елбасымыздың 80 жылдығы кеңінен атап өтілмек. Осыған орай Тараздағы зияткерлік мектебі айналамыздағы әлемді өзгертетін 80 әрекет жобасын қолға алды. Ондағы мақсат тұңғыш президентіміздің отан сүйгіш, жоғарғы мақсатқа ұмтылатын және заманауи қоғам талаптарына сай келетін зияткер ұрпақ тәрбиелеудегі идеясын қолдау. Жоба мектеп қызметінің барлық салаларын қамтитын 10 негізгі бағыттан тұрады. Аталған бастама үстіміздегі жылдың қарашасынан бастау алып 2020 жылғы 6 шілде, яғни елбасының 80 жылдық мерейтойында өз шарықтау шегіне жетпек. Ендеше 80-ші белесін бағындырғалы отырған елбасы өмір жолынан бейне үзіндіге кезек берейік. 1940 жылы 6 шілде күні Үшқоңырдағы Әлжан мен Әбіш отбасында көптен күткен бала дүниеге келді. Қуанышқа жиналған қауым балаға сан түрлі есім ұсынды. Ақыры сәбидің әжесі Мырзабала, сүйікті немерем бір мезгілде екі есімді арқалап жүрсін деп Нұрсұлтан қойған. Болашақ президенттің балалық шағы күрделі әскери және соғыстан кейінгі жылдармен қатар өтті. Бала Нұрсұлтан сабаққа зейін қойып, қызығушылықпен оқыды. Тек сыныпта ғана емес, мектеп бойынша ең үздік оқушылардың бірі болды. Тынымсыз еңбекпен, тұрақты спортпен шұғылдану арқасында бойшаң және шымыр болды. Сондай-ақ адамдарды өзіне тарта білетін, әзілқой мінезімен де жанындағыларды баурап алатын. Әнді де тамаша орындап, домбыраны еркін меңгерген. Жан-жақты жас жігіттің бойынан прагматизм қасиеті де табылған. Жас Назарбаев тезірек аяғынан тұрып, ата-анасына, туыстарына қаржылай көмек көрсетуді қалады. Осылайша ол Теміртаудағы металлургиялық комбинатқа құрылысшы болып орналасады. Еңбек қорлығымен ерекшеленген Нұрсұлтан Украинадағы кәсіптік техникалық училищеге оқуға барады. Төзімділік пен табандылық арқасында ол барлық академиялық пәндерді жақсы меңгеріп шығады. Біліктілік емтихандарын жақсы тапсырып, үздік дипломмен марапатталады. Теміртауға оралғаннан кейін Назарбаевтың қызу еңбек жолы басталады. Ол Қарағанды металлургия зауытында шойын құйғыш, домна пешінде көрікші, газшы, диспетчер сияқты бірнеше қызметтерді атқарған. Назарбаев өз-өзіне аяғынан тұруға уәде беріп, жұмысқа барынтасымен кірісті. 1967 жылы металлургиялық комбинатының жанындағы ВТУ-ды бітіріп шыққан соң, Назарбаевтың алдынан жаңа жетістіктер ашыла бастады. Оның көшбасшылық қасиеті бірден байқалып, 1969 жылдан бастап Теміртаудағы партиялық комсомол жұмысына ауысады. 1972 жылы ол Қарағанды металлургиялық комбинатының партия хатшысы болып тағайындалды. 2 жыл өткен соң, Қазақстан коммунистік партиясы орталық комитет хатшысы. 1984 жылы КСР-дағы одақтық республиканың ең жас премьер-министрі, Қазақ КСР министрлер кеңесінің төрағасы. 1989 жылы Қазақ КСР коммунистік партиясы комитетінің бірінші хатшысы лауазымдарын атқарды. 90 жылдың сәуірінде Назарбаев Қазақ КСР президенті болып сайланды. Бір жылдан кейінгі президенттік сайлауда Нұрсұлтан Назарбаев сайлаушылардың абсолютті қолдауын алды. Артынша Қазақ КСР Қазақстан Республикасы деп ауыстырылып, тәуелсіздігі жарияланды. Осылайша, Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш президенті болады. Тұңғыш президентпен бірге тәуелсіз елдің жаңа дәуірі басталды. Жас мемлекет өзінің ата заңын, туын, елтаңбасын, әнұранын және ұлттық валютасын қабылдады. 2010 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ресми түрде елбасы мәртебесі берілді. Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш президенті, қазақ халқының жүрегінде ұлы адам, дана көшбасшы, кемеңгер тұлға ретінде ғана емес, сондай-ақ 30 жыл бойы тыныштық пен бейбітшілік кепілі бола алған ұлт көшбасшысы ретінде мәңгі сақталады. Келесі кезекте мектеп қауымдастығы мүшелерінің пікірлерін назарларыңызға ұсынамыз. Тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев білім беру саласының дамуына үлкен үлесті қосты деп ойлаймын. Өзінің халыққа жолдауында атап өткендей, яғни білім беру саласына жаңа білім беру саясатын кіргізуді айтып кеткен болатын. Осы жаңа білім беру саясаты Назарбаев зияткерлік мектептеріне енгізілген болатын. Бұл білім болашақта менің осы мемлекетте өз орнын табуға үлкен үлес қосады. Алғаш соғылған кезінде үлкен қызымда оқып бітіріп, биыл үлкен оқу орнына түсті. Енді қазір бұл жерде менің ұлым оқып жатыр. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа алғысым шексіз. Осындай мектептерді міне біздің Қазақстанға әкеліп, дамытып, өркендетіп,
өсіріп біздің балаларымызға білім беріп жаңағы шет мемлекеттермен қазір біздің ешқандай айырмашылығымыз жоқ деп ойлаймын. Насчет биографии Назарбаева мне известно, что он начал свою политическую деятельность еще в 1978 году в качестве второго секретаря Карагандинского обкома и за свою жизнь достиг немало вершин. Одно из главных его достижений, особенно в сфере образования, по моему мнению, это то, что он внедрил британскую систему в наш Казахстан. То есть результатом его работы является Назарбаев интеллектуальная школа. В этой школе я являюсь и сотрудником, и родителем, поэтому, конечно, хочется поблагодарить нашего Елбасы за эту идею, за то, что школа дает нашим детям большую возможность развиваться и интеллектуально, и творчески. Накануне юбилея Елбасы в нашей школе стартует масштабный проект, который направлен на развитие, на рост таких же лидеров будущего нашего государства, которые будут похожи на нашего Елбасы. Өңірімізде елбасы есімімен байланысты соңғы іс-шараларға көз жүгіртсек. Солардың бірі мына 2006 жылы ашылған тұңғыш президентіміздің саябағы. 2007 жылы мемлекет басшысы Тараз қаласындағы номер 51 мектеп пен Әулие-ата мешітінің ашылу салтанатына қатысты. 2013 жылы елбасы бастамасымен сүйікті Назарбаев зияткерлік мектебіміз бой көтерді. 2015 жылы елбасы Тараз қаласындағы Қазақ хандығына 550 жыл монументінің ашылу салтанатына өзі қатысты. 2015 жылы Қазақстан береке мен бірліктің отаны атты форумына қатысты. 2019 жылдың қазан айында Тараздың орталық алаңына тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың есімі берілді. Ендеше, елбасы салған сара жолды насихаттап, жалғастыруға бағытталған игі бастама нәтижелі болғай деп тілейміз.